Достар сәлем, менің есімім Жанар. Мен Будапешт қаласында 4 жылға жуық уақыт тұрамын. Ендеше бүгін өздеріңізге осы қаланың өмірі туралы қысқаша ақпарат беремін. Жалпы Будапешттегі өмір, біздер бұнда немен айналысамыз, не істейміз, жалпы менің бір күнім қалай өтеді, осындай сұрақтарға егер сіздерге қызық болса, мен жауап бергім келіп тұр. Жалпы жаз айларында Будапешт өте ыстық, 36-38-ге дейін барады ауа температурасы. Бүгін енді күн жақсы болып тұр, бұлттанып тұр, мен сізге көрсетейін. Сондықтан кішкене қалаға шығуға мүмкіндік туды. Мен үйден қашықтықта жұмыс істеймін, сондықтан уақытым көбіне бос десем болады. Көп уақытым қалада өтеді, әрине оның барлығы енді ауа райына байланысты. Мына жақта жазда күн өте ыстық, 36-38-ге дейін барады. Ал бұлай күндері, мысалы бүгін күн жақсы болып тұр, осындай күндері қыдырып жүруге, шопинг жасауға әбден